Бәріңе сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей лайман және де достар, бүгін мен өз ауылымда емеспін. Бүгін мен өзімнің бұрынғы ауылыма қонаққа баратын боламын. Дәл сондықтан достар, мен осы бір түсініксіз жердемін. Дәл қазір мен өз ауылыма, бұрынғы ауылыма баратын боламын. Жайдан жай емес, просто қонаққа. Жетелдермен амандасып шығып, әрқайсымен бір мауқымдыма бірнеше бас шығатын боламын. Және де достар, әкімді ұмытпаймыз, әкіммен де амандасып, бұл хал жағдай солай сұрап қайтатын боламыз. Себебі достар, мен рискі басқа ауылда түсіп кеттім, сондықтан бүкіл мән-жайды жетелдерге айтып, әкімге айтып, шығатын боламын. Сондықтан да достар, іске кірісейік. Так, достар, бізде ауылдамызда, енді көтерілеміз. Міне, номер 13 ауыл. Қаншама ютуберлер осы ауылда түсіп келген, достар. Осы ауылда түсіріп бастады, және де кейбірлері осы ауылда әлі түсіруде. Майнкрафттағы прям ең танымал ауылдардың бірі. Және де мен де осы ауылда түсіріп бастаған болатын. Менің арнамдағы екінші видео осы ауылда болатын. Менің үйім әрине көбіне танымал Кузница болатын. Міне достар, менің алдымда бір жетел тұр. Қалайсың жетел? Жетел. Қалайсың демеу? Саған айтып отырмын. Сен кімсің? Сен немене біздің ауылдағы жаңа игроксың ба? Қайдағы мен ғой? Жоқ, мен жаңа игрок емеспін, бұл ауылдың точнее бұрынғы игрогым. Мен ғой Батыржан. Мен скинім өзгерді, оны бәрі ұзақ әңгіме. Мен бұл ауылға қайта қонаққа келдім. Мәңгілік емес, просто қонаққа. Батыржан, сен ба не? Қалайсың? Қайда кетіп қалдың сен? Көрінбей кеттің ғой. Мен қазір басқа ауылда тұрамын, номер 77 ауыл. Біздің ауылда қалай көрмедің? Әлде біздің ауылсаған ұнамады ма? Сен мұнда қаншама болып едің ғой? Мен мұнда ұзақ болдым, где-то бір жылда. Бірақ мен жетел, оны бәрі ұзақ әңгіме. Жақсы, давай. Ладно, жетел, мен кеттім, міне бір жетел тұр. Қалайсың жетел? Бұл мен Батыржан, қатты таңғалма. Менің скинім өзгерген. Никім лайман деп тұр. Батыржан, сен бе не? Қалайсың? Қайда кетіп қалдың? Біздің ауылда рискі жоқ болып кетті. Сені бәріміз дедік қой. Бірақ сен ауылдан мүлдем таппадық. Қайда кетіп қалдың? Соны айтшы маған. Сен қалай келдің мұнда? Неге скинің өзгерген? Атында. Бұл енді жетел өте ұзақ әңгіме. Мен бекер іздедім, өйткені мен басқа ауылға көшіп кеттім, мүлдем басқа ауылға, 77 ауыл деген. Жетел, бүкіл әңгіме айту ұзақ. Давай, міне мен көршім тұр. Қалайсың көршім? Біз таныспыз ба сізбен, или сенмен? Мен сені бірінші рет көрдім біздің ауылда. Мен ғой Батыржан, мен ғой Батыржан. Сен көршімше, міне Кузницада тұрған бұрында. Есімде жоқ па не? Батыржан, біздің ауылда неғып жүрсің? Неғып жүрген қуасың ба, мен бұрында осында тұрдым ғой. Достар, қараңыздар, мен үйім ғой бұрынғы. Әлі сол қалпыда тұр. Міне мен сондығым бәрі. Сұмдықты айтпақшы, мен ештеңе ұмытып кеттім жоқпын ба? Көше қалымда печкада жоқ. Міне менің төсегі, блок, мұнда сұмдықта ештеңе жоқ. Мұнда компьютер тұратын, ноутбук тұратын, бәріне сәлем достар, сен бүгін мен әдеттегідей Батыржан және де достар деп бұрында түсіретім. Бұл үйде де, бұл ауылда да, достар, қаншама видео шықты. Бұл үйде көбінесе сұрақ жауаптар шығатын, видеоларды анда-санда шығатын. Ал қазір достар, мен 77 ауылда тұрамын, библиотека деген сондай үйде тұрамын қазір. Ал бұрынғыдай мен қазір Кузницада тұрмаймын. Енді жарайды, бұл үймен де енді қоштасайық достар. Достар, енді дәл қазір басқа жетелермен амандасып көрісіп шығу керек.
Мына бұрында осындай вид болатын, но қазір да сондай вид, только басқа ауылда тұрам. Так, достар, вроде бы бізде осы райондарда бір пугливый житель тұратын. Бұрында достар осы жерлерде мен шөп тазалайтын. Так, вроде бізде пугливый... қалайсың пугливый житель? Сен кімсің? Ойында тезірек, сен кімсің? Пугливый житель, бұл мен ғой, Батыржан. Есіңде ма? Осында бұрында тұратын мана кузницада 1 жыл бойы тұрғаным осауда. Есіңде ма? Мен ғой Барток. Онда неге сенің никіңді Лейман деп тұр? Ой, ол менің скинім мен никім бәрі ұзақ әңгіме. Қалайсың житель? Мен ғой енді... сен походу білетін шығарсың ғой менің Батыржан екенімді. Так. Әрине білемін, сен ғой Батыржан, бағана мен бұл жителден естідім. Мен ғой Батыржан. Что-там әкім үйінде ма? Сол әкімге де кіріп шығу керек. Так. Әкім, мен ғой Батыржан. Кірсем бола ма? Кіре бер. Сен шынымен де Батыржансың ба? Қайда жоғалып кеттің? Біз сені іздедік қой. Әкім, бұның бәрі өте ұзақ әңгіме. Мен скиніме никіме қарамай қой. Мен Батыржан. Бұның бәрі ұзақ әңгіме мен айтқанда, мен бол Батыржанмын. Неге біздің ауылда қала бермедің? Бағана жителдерді несіп қалдың? Сен басқа ауылда тұрады екенсің, қазір? Мен қазір басқа ауылда тұрам. Бұның бәрі өте резко болды. Білмеймін өзім неге көшкенді. Әкім, мен енді басқа ауылда тұрам, Бұның бәрі шындық. Жарайды, біздің ауылға қонаққа келдің ғой, қонаққа келдім. Сендермен бір амандасып кіріп шығайын деген. Мендеше жақсы әкім, сау бол. Келесіде тағы келіп, өзіміз әңгімелесетін шығамыз. Давай онда. Жақсы, сау бол. Жақсы. Давай онда житель, әкім кеттім. Так, басқа қаяқта бар еді әкімдерді. Әкімдер деп мен шатасып жатырмын, достар. Так, вроде мына районда жителдер болу керек. Огород бе қанша болып жұмыс істеп екенмін. Так, достар, мен мұнда скоростқа қойдым, Просто мен көп болып жұмыс істеп екенмін. Опып уже аз бұрынғыдан. Қалайсың жителдер? Уже білетін сияқтысында мен Батыржанмын, бәрін жителдердің естіді. Қалайсың Батыржан? Бізге не жөнмен келдің? Сендердің қал жағдайларыңды біліп. Ачо болмай ма не? Просто біздің район ауылшы ғой ауылдағы. Сол сені келеді деп ойламадық бұл жаққа. Просто мен бүкіл ауылдың жителдермен амандасып деген ғой. Енді сендерді осы ауылдың тұрғыны болғандықтан сендермен де амандасып кетейін деп шештім. Жақсы, онда жителдер бәрімен амандасып жөн сұрастым енді. Егер сендерде бәрі жақсы болса, онда мен бара берейін. Кешір жител, байқамай кетті. Сау бол Батыржан! Сау болыңдар жителдер. Енді мен ана районда тұратын жителерге барып амандасып жөн сұрасып келейін, достар. Мына мұнда бір жителді көріптім. Қалайсың жител? Қалайсың дәрі? Батыржан, сен ба не? Даусың ұқсап тұрды просто. Мен бұл ауылға ұзақ келмегеннің өз себептері бар. Сразу айтып қойайын. Мен сендермен жөн сұрасып амандасып кетуге келдім. Қалайсыңдар? Жақсыңдар ма? Бізде бәрі жақсы, өзің қалайсың? Менде де бәрі жақсы, уайымдамаңдар. Сол сендермен жөн сұрасып амандасып кейін дедім. Міне бір житель тұр. Қалайсың житель? Мен ғой Батыржан. Танып тұрсың ба? Дауысым бәрі ұқсап тұр ғой. Просто скинмен енді никім өзгерді, Қалайсың Батыржан? Көп көріспедік қой. Қашан келесің деп ойлап жүрмін мен қонаққа. Әлі жоқсың, бері жоқсың. Қалайсың? Мен просто басқа жителдерге бардым. Жақсымын, өзің қалайсың дегендей, жақсымы өздер? Жақсы. Онда мен басқа жителге байғайын. Қалайсың жител? Мен Батыржан өзін естігендей. Жақсы Батыржан, өзің қалайсың? Мен сені күттім. Бүкіл айтады сені біздің ауылға қонаққа келді деп. Мен өзімнің бұрынғы ауылыма қонаққа келдім. Сендерді сол көріп. Айтпақшы, мен де ұмытып кеттім ғой. Бағана огородта бұрынғы жұмысымды еске алып істеп жатырмын. Қазіргі ауылда да фермермін.
но жиі істемеймін енді. Сол, короче, жителер сау болыңдар, енді мен өз ауылыма қайтайын. Неге? Бүгін біздің үйде қонсай, точнее менің үйімде. Біздің ауылда қолын тағы 1-2 күн бола тұрсай. Жоқ, жител, маған өз ауылыма барып, жұмысты керек, просто осы апта менің кезегім фермада. Сол, жақсы онда, давай, Сау бол, Батыржан! Сау бол, Батыржан! Сау бол, Батыржан! Сау болыңдар, жителер, келесіде көрсеміз, достар, мені өз ауылыма қайтадан қоштасып бара жатыр. Бұрында осында отырдым. Жата, біртүрлі болып тұрмын ше. Ауылдан кеткім келмей, сондай бір нәрсе бар енді. Мені достар, мені бұрынғы мені әкімнің шіркеу бұрынғы жителдер район, ғана ең алыстағы район, менің көршімнің енді осымен де қоштасу керек. Ал достар, сіздермен бүгін болғанмен Лейман, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, мен, возможно, если сендер маған комментарийға ауылға орал десем, 13-ші ауылға, онда мен оралам, сендер айтсаңдар оралам. Ал достар, ендеше сіздермен қоштасатын сәтте келді. Ал достар, сіздермен бүгін болғанмен Лейман, арнаға тіркеліп лайк басып, колокольчик басына. Саған айтам, арнаға тіркеліп лайк бас. Сәлем, сау болыңдар, достар, короче.